Қайырлы күн баршаңызға достар. Бүгін сіздермен Перизат. Менің YouTube каналыма кіріп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетсеңіздер болады тіркеліп. Өте мен үшін маңызды. Менің YouTube'ымның дамуына үлес қосқандарыңызға үлкен рахмет баршаңызға. Мен үй жағдайында палау тамағын жасамақшымын. Сіздер де жасап көрулеріңізді ұсынамын. Өте керемет, шашпау өзбекский болып шығады. Осылай 2 ожау майымызды құйып, бірінші мен пиязымызды қыздырып алам, қып-қызыл етіп. Осылай пиязымызды салып қыздырып алдым. Ал енді етімізді жақсылап жуып, қызартып, етімізді де қуырып алатын боламыз. Сәбізімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Үй жағдайында сіздер де жасап көрулеріңізді ұсынамын. Өте керемет болып шығады. Осылай енді қуырып аламыз жақсылап. Ал енді біз суымызды құйып, қазанымызды қайнатып алатын боламыз. Осылай суымызды құйып алдық. Ал енді жақсылап қазанымыз қайнады. Ал енді тұзымызды салдым. Мен тұзымызды кішкене салдым. Еттің де тұзы басымдау. Етті біз жақсы тұздаймыз. Сол себепті еттің де тұзы шығады. Осы күрішімізді жақсылап жуып алдым. 3 рет. Ал енді осылай күрішімізді салатын боламыз. Менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Осылай күріштеріміздің барлығын салып аламыз. Осылай батпайтындай етіп, барлығын күрішімізді салып аламыз. Ал енді қазанымыз астын баяу қойып, осылай жақсылап қайнайтын болады қазір. Суы тартылғанша. Ал енді жақсылап шетін бәрін жинап, қазанымызды күрішімізді демдейтін боламыз. Барлық шетін жиып алдым. Ал енді ортасын тесетін боламын. Осылай тесіп алдым ортасын барлығын. Енді үстіне аннаразби пакетімізді жауып, осылай қазанымызды демдеп қоятын боламыз. Осылай демдеп қойдық. Ал енді астын жай пәсетіп қойып, пісіріп алатын боламыз. Ал міне піскен палауымыз. Көріп тұрғандарыңыздай керемет, міне шашпа десе шашпа палау болып тұр. Барлығын жақсылап араластырып аламын. Міне дайын болған палауымыз. Менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, видеомды соңына шейін көруді сіздерден сұраймын. Алда өте керемет тағамдармен бөлісетін болам. Сіздермен болған Перизат.